Баршаңызға қайырлы күн. Сиыр етінен өте дәмді салат дайындаймыз. Ол үшін алдымен 150-200 грамм піскен сиырдың етін 4 бүрістілеп турап аламыз. Турап алған етімізді бір ыдысқа саламыз. Оның үстіне консервадағы шампиньондарымызды, саңырауқұлақтарымызды саламыз. Одан кейін қиярымызды тураймыз осылай 4 бұрышты қылып, видеодағыдай. Қиярымызды да қосамыз. Енді помидорымызды тураймыз. Видеодағыдай турайсыздар. 4 бұрышты қылып, помидорымызды қосып, піскен 2 жұмыртқаны турайсыздар 4 бұрышты қылып. Жұмыртқамызды да қосып, оның үстіне укроп тураймыз. Укропты қосып, 100 грамм майонез саламыз. Тұз, бұрышын қосып, өзіңіз қалауыңызша жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Өте дәмді салат. Дайындап көріңіздер.